Қаныш Сәтбаев атындағы орта мектебі. Қазақ тілі сабағы 2 сыныбы. Тақырыбымыз жұрнақ пен жалғау. Бастауыш сынып мұғалімі Құрманбекова Нұршат Тоқтарына. Психологиялық дайындық. Балалар, көңіл күйлеріңіз қалай? Сабаққа дайындықтарыңыз қалай? Балалар, ынталарыңыз ше? Ендеше бастайық. Мен сендерге сәттілік тілеймін. Енді балалар, өткен білімімізді еске түсіріп қайталайық. Қазақ алфавитінде неше әріп бар? Әріп дегеніміз не? Дыбыс дегеніміз не? Сөз неден құралады? Түбір дегеніміз не? Мысал келтіреміз балалар. Қосымша дегеніміз не? Мысал келтіре отырып, етік, кітап сөзіне қосымша жалғап айтамыз. Және ғарышкер сөзінің түбірі мен қосымшасын табамыз. Ой, қозғау әдісі. Орын ауысқан әріптерден сөз құрауымыз керек балалар. Бүгінгі балалар біздің өтетініміз сиқырлы дәрі жасаймын. Жұрнақ пен жалғау. Енді балалар, жұрнақ пен жалғау тақырыбының, яғни осы сабағымыздың ережесін есімізге түсірейік. Қосымша жұрнақ, жалғау болып екіге бөлінеді. Сөз мағынасын өзгертетін қосымшаны жұрнақ дейміз. Мысалы, жұмыс, жұмысшы, ойын, ойыншы. Сөз бен сөзді байланыстыратын қосымшаны жалғау дейміз. Жұмыс, жұмыста. Ойын, ойынға. Енді балалар, бүгінгі тақырыбымызға арналған жаттығуларға көшейік. Өлеңді қатесіз көшіріп жаз. 78-ші жаттығу. Басты байлық, денсаулық, бабаң айтқан даналық. Сабақта жолын сен тауып, осы шақтан балалық. Балалар, қарамен берілген сөздердегі жұрнақ пен жалғауды тиісті белгілермен белгілейміз. Келесі жаттығуымыз 80-ші жаттығу. Сөздерді жұрнақ пен жалғау арқылы өзгертіп жаз. Сіздерде сөздер берілген балалар. Іс, орын, талап, көл, қобыз. Енді осыға берілген сөздерден жұрнақ пен жалғау арқылы өзгертіп жазуымыз керек балалар. Керекті жұрнақтарымыз астында тұр балалар. Осы берілген жұрнақтарды қосып жазуымыз керек. Суреттерді боя, суреттерді тиісті үйшікке кіргіз. Сіздердің дәптерлеріңізде тапсырма берілген, суреттер берілген. Осы суреттерді бояй отырып, түбір және қосымша жұрнақ жалғауларды осы үйшікке сөздер арқылы жеткізіп сызуымыз керек. Бүгінгі сабағымызда түсінген-түсінбегенімізді кері байланыс жасау арқылы бас бармақ тәсілін аламыз. Яғни бүгінгі сабақта барлығы түсінікті болса, қызыл түсті бармақпен, орташа, енді түсініп келемін болса, жасыл түсті бармақпен, мүлдем түсінбедім, бұл сабақ түсініксіз дегендеріңіз көк түсті бармақты белгілеу арқылы маған жібересіздер.